Қымбатты білім алушылар, біз ондық бөлшектерді натурал санға көбейту тақырыбы бойынша В деңгейі тобындағы есептерді шығарып үйренеміз. Нөмірі 824 есеп. Жолаушылар пойызында 15 вагон бар, оның 0,6-сы купелі вагондар, қалғандары плацкарт вагондар. Жолаушылар пойызында неше плацкарт вагон бар? Ол есепті шығару үшін ең алдымен біз есептің шартын құрып аламыз. Яғни барлығы бізде 15 вагон. Барлығы 15 вагон. Оның 0,6-сы купе. Алдына сұрақ белгісін қоямыз. Және де қалғаны плацкарт. Бұл да белгісіз. Жолаушылар пойызында неше плацкарт вагон бар? Шешуі. Барлығы 15 вагонды бірінші амал бойынша біз көбейтеміз 0,6-ға. Яғни бізде натурал сан берілген және де ондық бөлшек берілген. Көбейтеміз. 5 жердегі 6 33 ойда, 6 жердегі 1 6 ойдағымен 9. 0-ді 5-ге көбейтсек 0, 0-ді 1-ге көбейтсек 0. 0, 9, 0. Ондық бөлшекте үтірден кейін бір цифр болғандықтан біз оңнан солға қарай бір цифрдан кейін үтірді қоямыз. Олай болса 9. Енді бұл 9 купе вагондар. Бізге қанша плацкарт вагон бар екен анықтау үшін екінші амалымыз барлық вагон 15-тен осы купе вагонды азайтып тастаймыз. Олай болса 15-тен 9-ды азайтсақ бізде 6 болады. Есептің жауабы 6 вагон плацкарт. Яғни бұл тест түрінде берілген, сондықтан есептің жауабы С нұсқасына сәйкес келеді. Нөмірі 825 есеп. Баланың 480 теңге ақшасы бар. Ол барлық ақшасының 0,125-ін және қалғанының 0,15-ін жұмсады. Бала неше теңге жұмсады? Бұл есептің шартын құрып алайық. Барлығы 480 теңге. Бірінші, ол өзінің ақшасының 0,25-ін жұмсады. Қалғанының 0,15-ін жұмсады. Бала неше теңге жұмсады? Табу керек, неше теңге. Шешуі. Біз бірінші амалымыз 480 барлық теңге ақшаны 0,125-ге көбейтеміз. 0, 40, 24, 0, 16, 8, 9, 0, 0, 10, 11, 12, 1. Үтірден кейін 2 цифр болғандықтан солдан 10-ға қарай 2 цифр 10-ға қарай жүріп, мына жерден үтір қоямыз. Олай болса, ол бірінші 120 теңге жұмсаған екен. Екінші амалымыз біз осы 480 барлық ақшадан 120 теңгені, яғни қалғаны дегенден азайту амалын орындаймыз. 0, 8-ден 2-ні азайтсақ 6, 4-тен 1-ді азайтсақ 3. Бұл жерде бұл 360 теңге қалған ақшасын. Енді үшінші амалымыз 360 теңгені біз көбейтеміз. 0,15 қанша ақша жұмсаған анықтау үшін көбейтеміз. 0, 30, 15, 18, 0, 0, 0. Қосамыз 0, 0, 8, 1. Үтірден кейін бір цифр, сондықтан мына жерде бір орын оңнан солға қарай жылжып 180 теңге. Бұл қалған ақшасы. Енді ең соңғы амалымыз неше теңге бала жұмсады. Оны анықтау үшін біз 4-ші амалды орындаймыз. Бұл жерде біз мына тұрған 120 теңгемен соңғы шыққан 180 теңге екеуін қосамыз. 0, 10, 2, 3. Сонда бастапқыда балада 480 теңге болды. Содан кейін ол оның 300 теңгесін жұмсаған болады. Жауабы 300 теңге жұмсады. Нөмірі 827 есеп. Тоқыма станогында 1 сағатта 3,145 метр мата тоқылады. Бір тоқымашы қатарынан 2 станокта
7 сағатта неше метр мата тоқиды? Есептің шешуі. Бірінші біз осы екі стандокта жұмыс жасалатын тоқымашының 1 сағаттағы жасаған 3,45 метр матаға көбейтіп аламыз. Олай болса, 2-ні көбейтеміз 3,45-ке. Екі жердегі 5-ім 10, екі жердегі 4-ім 8, ойдағымен 9, екі жердегі 3-ім 6. Екі орынды, яғни екі цифрдан кейін біз үтірді қоямыз. Жауабы 6,90 метр. Екінші орындайтын амалымыз, біз осы 6,90-ды көбейтеміз 7 сағатқа. 48,3 метр. Есептің жауабы 7 сағатта 48,3 метр мата тоқиды. Номері 828-ші есеп. Біріншісі, Ту-134 ұшағы 900 км сағат жылдамдықпен 1,5 сағат, ал 850 км сағатпен 0,4 сағат ұшты. Барлығы қанша километр ұшты? Қашықтыққа. Яғни бұл есептің шартын құрып алдық, енді шешуін орындаймыз. Ол үшін біз бірінші амалда 900 км сағатты 1,5 сағатқа көбейтеміз. Өйткені біз ара қашықтықты табуға арналған S тең V көбейтілген T деген формуланы білеміз. Олай болса, орындап көрейік. 900-ді көбейтеміз 1,5-ке. Яғни V-ның орнына жылдамдықты қойдық, уақытқа 1,5 сағатты қойдық. Екеуін көбейтетін болсақ, бұл жерде біз 900 натурал сан, 1,5 ол ондық бөлшек. Екеуін баған түрінде көбейткен кезде нәтижесінде 1350 километр ара қашықтық шығады. Енді екінші амалымыз 850 километр сағатты 0,4 сағатқа көбейтейік. Бұл жерде де 850 натурал сан, 0,4 ондық бөлшек. Екеуін көбейткенде нәтижесінде 340 километр. Енді есептің шарты бойынша барлық ара қашықтықты табу үшін біз осы екеуін қосамыз. 1350 километрге 340 километрді. Нәтижесінде 1690 километр. Жауабы барлығы 1690 километр қашықтыққа ұшты. Екіншісі, бір диванды қаптауға 3,125 метр, ал бір орындықты қаптауға 0,175 метр мата керек. Екі диван мен 12 орындыққа неше метр мата қажет? Ол үшін біз диванға 3,125 метр қажет болған, енді екі дивандықын есептеу үшін осы 3,125 метрді екі диванға көбейтеміз. Олай болса, нәтижесінде тағы да бұл жерде ондық бөлшекпен натурал сан көбейтуге берілген есеп, яғни екеуін көбейтсек 6,150 метр болады. Енді 12 орындыққа анықтау үшін 0,175-ке көбейтеміз. Бұл жерде де 0,175-ті 12 орындыққа көбейтеміз. Онда нәтижесінде бұл есептің жауабы 9 болады. 9 метр. Енді үшінші амалымызда біз 6,5-ке 9 метрді қосамыз. Нәтижесінде 15,5 метр шығады. Сонда есептің жауабы 2 диван мен 12 орындықты қаптау үшін бізге 15,5 метр мата қажет. Номері 829-ші есеп. Меншікті жылдамдығы 19,5 км сағат, моторлы қайық ағыстың жылдамдығымен 2,8 км сағат өзенде ағыспен 2 сағат, ал ағысқа қарсы 3 сағат жүзді. Моторлы қайық барлығы қанша қашықтықты жүзіп өтті? Бұл есепті шешу үшін алдымен меншікті жылдамдықты біз ағыс жылдамдығына қосамыз. Олай болса, орындарына әкеп сан мәндерін қоятын болсақ, 19,5-ке 2,18-ді қосамыз. Нәтижесінде 22,3 км сағат. Енді осы аралыққа кеткен ара қашықтығы қанша километр екенін анықтау үшін
V1 жылдамдықты T1 уақытқа көбейтеміз. Ол 22,3-ке 2 сағатты көбейтеміз. 44,6 километр болады. Енді біз жаңағы моторлы қайықтың ағысқа қарсы жылдамдығын анықтайтын болсақ, ол 19,5 километр сағаттан 2,8 километр сағатты азайтамыз. Яғни ағысқа қарсы болғандықтан. Бұл жерде 16,7 километр сағат шығады. Енді осы аралыққа кеткен арақашықтықты табу үшін біз V2 жылдамдықты T2 ағысқа қарсы жүзген кездегі уақытқа көбейтеміз. Олай болса 16,7-ні 3 сағатқа көбейтеміз. Нәтижесінде 50,1 километр болады. Енді қайық барлығы қанша қашықтықты жүзіп өтті деген есепті шығару үшін біз алғашқы S1 арақашықтық пен S2 арақашықтықты қосамыз. Олай болса 44,6-ны 50,1-ге қосамыз. 6-ға 1-ді қоссақ 7, бүтір 4, 4-ке 5, 9 километр. Есептің жауабы 94,7 километр. Оқушылар, егерде видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Пайдалы білім болсын.